Нантилан, Димаш. Димаш. ТикТок, Фейсбук, Инстаграм. Фейсбук. Театр ма, кино ма? Театр. Қағаз кітап әлде электрон кітап? Қағаз кітап. СМС па, телефон шалу ма? СМС. Телефон шалу. Шетелге көшу, Қазақстанда қалу. Қазақстанда қалу. Лонгрид немесе видео? Лонгрид. Онлайн оқу, офлайн оқу. Офлайн оқу. Шай ма, кофе ма? Шай. Мархаба. XYZ кадр 1 дубль 1. Атым Дихан, фамилиям Хамзабекұлы. Ұлттық дәстүрмен жазылған. Евразия ұлттық университетінде 96 жылдан бері, яғни жаңғырып ашылғаннан 17 күннен кейін келіп, содан бері қызмет жасаймын, табан аудармай. Жасым 56-ға қарай өтті. Мен Аршат Ораз, IT саласында жұмыс істеймін, жасым 40-та. Ақтөбе облысында тудым. Қазір Астанадамын. Негізі қазіргі кәсібім, хоббиім өзім интернет саласы. Психология және футбол басты хоббилерім бірі. Және өзімнің балаларым әрине. Ең әуелі Жанар Таңсық деген адам, қарапайым адам, қазіргі таңда мәдениеттану мамандығында оқитын және де мәдениетті, өнерді өте қатты жақсы көретін адам деп айта аламыз. Жасым 19-да. Меніңше, егер ұлттық даму тұрғысынан әр буынның өзінің жауапкершілік тұрғысынан алған кезде бұл сұрақ көкейкесті. Себебі Мұхтар Әуезов, Абай жолының авторы, біздің ұлттық мәдениетті жарқырата көрсеткен тұлға. Сондықтан да оның Абай жолы романында тек қана Абайдың ғана бейнесі, немесе Абайдың өлеңдері, Абайдың шығармашылық турасында ғана емес, жалпы қазақтың тарихы, дәстүрі, ұстанымы көрсетіледі. Бұл сұрақ әлі күнге шейін жалғасып келе жатқанына кейін таң қалып тұрмын да. Мен бала кезімде осылай айтылатын. Және мен бір балалық травмаларым бірі десем болады, өйткені бізге сол кезде енді 80-ші жылдарынан бастап сондай нәрсе айтылып келді. Және менде бір іштей қорқыныш болды. Өйткені мен ол кітапты оқыған жоқпын, шынымды айтсам. Оқыдым, бірақ соңына дейін жете алмадым. Және мектеп бітіргенге шейін менде сондай бір үрей болды, бір күні біреу менен сұрақ қала ма деп. Ол енді жеке өзімнің туралы айтып жатырмын. Жалпы бұл сұрақ туралы айтатын болсам, бұл меніңше балалар қазақ тілінде кітап оқысын деп айтылған нәрсе деп ойлаймын. Өйткені кітап оқуға машықтансын, және тілін ұмытпасын деген оймен. Өйткені енді флагман кітап деуге болады қазақ әдебиетіндегі. Бірақ мен кішкентай кезімнен көп кітап оқыдым. Қазақ жазушыларында, әлем классикаларында. Сондықтан менде салыстыру мүмкіндігі болды. Жеке өз көзқарасымды айтатын болсам, Абай жолы әдеби тұрғыда маған ұнаған жоқ. Әр қазақ Абай жолын оқуы тиіс деп санамаймын. Яғни 21 ғасырда туған адамзат ретінде. Неге? Себебі Абайдың жолы белгілі бір деңгейде қазақтың жолы, алайда оны оқу үшін кішкене оған деген түсіністік керек. Ал оны мектеп жасынан балаларға ұсыну және де оқуға міндетті ету, тиісті ету, менің ойымша ол дұрыс емес. Оған тек қана бір сүйіспеншілік арқылы және де белгілі бір ізденіс арқылы келіп қана оқу керек. Сондай кезде ғана біз Абайдың жолын түсіне аламыз, Абайдың жолы арқылы қазақтың жолын ұғына аламыз. Бұл жерде өте көп кейіпкерлер бар, өте көп ру аттары бар, және әр нәрсені өте тым көп әдеби сипаттаған сияқты. Темпі өте жай кітап болғандықтан маған бұндай жанр ұнаған жоқ. Және өзім үйіндегілерге де айтқан жоқпын, бірақ бәріне мен өтірік айтып жүрдім, ол кітапты оқыдым деп. Бірақ шынымды айтсам, мен Абай жолын оқыған жоқпын. Ол жазылған кезді қараңыздар, 40-шы жылдары жазылған бастап кезеңі. Бұл кезде, қара қазақ кезде, бұның бәрі де кеңестік цензураның кезінде жазылды. Бұл да біздің жастарымызды ойланту керек. Цензураның астында жүріп, осындай шығарма жазу. Сөйтіп қазақтың дәстүрін, мәдениетін, Абайдың тұлғасы арқылы парасатын, ақылын, кемелдігін көрсету деген бұл өте маңызды нәрсе. Сондықтан менің де түсінігім, әрбір зиялы азамат Абай жолын оқуы
Абай жолындағы Мұхтар Әуезовтің көркем сөзін, сөз саптауын, лексикасын, яғни сөз байлығын зерделесе, өзінің ұлтқа қатыстығын, мәдениетке қатыстығын, тілге қатыстығын сезінер еді және өзін байытар еді. Ең әуелі мен мектептегі мұғалімдердің жаңағыдай нұсқауы арқылы 6-шы сыныпта оқыған болатынмын, алайда ол кезде шынымен мен оны түсінбедім, себебі шынымен де ол кездегі таным үшін, ол кездегі кез келген оқушы, оқырман үшін Абайды ұлы деп айтып жатады, Абай қазақтың ұлы ақыны деп те бізге айтып жатады, бірақ біздің оқығанымыз бойынша Абай былай қарасаң қазақтың кері мінездерін, керағайын мінездерін бетіне басып жамандап жатқан секілді. Сонда бізде екі түрлі ой пікір қалыптаса бастады. Яғни ол жастағы балалар үшін ол кішкене ауырлау және де түсінуге кішкене қиындау деп есептеймін. Кейін мен оны саналы түрде 9-шы сыныпта оқыған болатынмын. Сол кезде мен Абайдың танымына бойлай алдым деп ойлаймын. Яғни оған кішкене бір сүйіспеншілік арқылы, ізденіс арқылы әрбір оқырман дайын болып келуі керек. Оны тек біреудің нұсқауы бойынша немесе міндетті деп ұсыну қате деп ойлаймын. Қазақстан тәуелсіздік алған кезде мен 10 жаста болдым. Қазір 40 жастамын, 30 жыл өтті. Енді тәуелсіздік деген қалай? Әр адамның түсінігі әртүрлі болатын шығар. Менің ойымша тәуелсіздік біз қазір тек қана мемлекеттік рәміздермен ғана шектеліп қалатын сияқты. Тәуелсіз Қазақстан, өз байрағымыз бар деген сияқты, өз шекарамыз бар. Бірақ негізінде қарасақ, біз көп нәрсеге шынымен тәуелдіміз әлі де. Тілімізде, мәдениетімізде, экономикамызда көп нәрсе әлі басқа елдерге тәуелдіміз. Тек қана біз өз жеріміз, өз тіліміз, өз байрағымыз бар деп қуанатын сияқтымыз да. Қараңыз, қазір 30 жыл өтті ғой, қазақ айтады, 50 жылда ел жаңа болады дейді, ел жаңа дейді. Бізге мүмкін әлі өзгеріс үшін бір 20 жыл керек деп ойлаймын. Өйткені қазір келе жатқан Z ұрпағынан үлкен үміт күтемін. Тәуелсіздік деген негізінен өзіңнің қалағаныңды жасау емес, қаламағаныңды істемеу деп бір жерден оқыдым немесе естідім. Мен осы пікірді қолдаймын, себебі қазіргі таңда біз тәуелсіздік деген сөзді өте жиі қолданамыз және де тәуелсіздік мерекесі құтты болсын деп те айтып жатамыз. Алайда біз сол тәуелсіздікті түсіне алдық па және де оның бағасына жете алдық па деген секілді кезекті сұрақ пайда болады. Меніңше біз оны түсіне алмадық және де бағасына да жете алмадық, себебі тәуелсіз болу деген ол тек қана заң жүзінде немесе қағаз жүзінде ғана тәуелсіз болу емес еді ғой, ол ой жүзінде де, ол білім жүзінде және де экономикалық жағынан да тәуелсіз болу. Мен өз басым әр жерде айтып жүрем, тіпті шетелдерде де айттым, іс сапарлармен барған кезде, ғылыми форумдарда біздің ұлтымыздың атының өзі тәуелсіздік деп айтамын. Еркіндік дегенді білдіреді. Қазақ еркіндік деген білдіреді. Және бір қызығы, әлемде көп елдердің аты еркіндік дегенді білдіреді екен. Біз белгілі бір қапастан шықтық. Немесе әу баста ұлтымыздың өзі де қалыптасқан кезде, қазақ хандығы болып қалыптасқан кезде де бір еркіндік алу үшін шықты. Біз мысалға біздің кезеңдегілер екі жақты да көрдік. Қазіргі жағдайға бәлендей бір өзгеріс әкеле алдық деп айта алмаймын. Яғни біз жоғалған ұрпақпыз, екі ортада қалған. Мемлекеттің әрбір азаматы әрі тәуелсіз бола отырып, бірақ мемлекеттік құндылықтарды сақтаса, ол мемлекет жұмыс жасайды. Заң деген нәрсе бар. Заңның талабы ол мемлекеттің талабы. Бұл жерде біз адамның еркіндігі, мемлекеттің ұстанымы дегендерді өзінің бір ырғағын тауып алуымыз керек. Әдемі ырғағын, өркениетті ырғағын табуымыз керек. Әрбір адам, менің пікірімше, әрбір адам да және де әрбір мемлекет ол абсолютті тәуелсіз емес. Абсолютті тәуелсіздік дегенді жоқ деп санаймын. Себебі біз бәрібір де қандай да бір жағдайға келген кезде тәуелді боламыз. Мысалы, мен қазір сіздерге тәуелді болып отырмын. Яғни мен қоғамға тәуелді болып отырмын деген секілді. Дәл сол секілді мемлекетте басқа мемлекеттерге тәуелді болып отырады. Себебі басқа мемлекеттермен қарым-қатынас жасау арқылы ол мемлекеттің болашағы дами алады. Яғни біз абсолютті тәуелсіздік дегенді айта алмаймыз. Біз тәуелсіз деп, мысалға, комплекстерден құтыла алмай жүрміз да әлі. Әлем бізді таныды деп, кішкентай нәрселердің бәрін үлкейтіп көрсетеміз, әлем бізді танып жатыр, бүйтіп жатыр деп. Оның барлығы біз әлі бір кеңестен қалған комплекстер бар деп ойлаймын да. Өйткені қараңыз, біз 91 жылдан бері
біздің санамыз өзгерген жоқ. Менің ойымша тәуелсіздіктен ең алдымен адамның санасының өзгеруі. Бізде әлі кеңестер одағындағы менталитет, сол кездегі сана. Адамдар әлі күнге шейін мысалы дұрыс эмоция көрсетпейді, түрлі түсті киім киінбейді, және бір агрессия бар. Біз сервисте жоқ мысалға да. Ол мысалы бұрын қалай болды? Бұрын социалистік режим болды, қазір капиталистік режим, бірақ адамдар әлі өзгерген жоқ. Заман өзгерді, бірақ адам өзгерген жоқ. Адам негесе оны айта беру, немесе бір мен еркінмін деп кез келген нәрсеге қылыққа бара беру, ол да бір жетіскендік емес. Бірақ оның бәрі адамның өзінің қалыптасып даму кезеңінде өтеді. Адам еркін ой айтады, одан таяқ жейді, одан бір басқа дәрежеге өтеді. Егер біз соны мектеп жасында, бастауышта бәрін қалпына келтіріп алсақ, яғни түсіндіре алсақ, бала ешқашан адаспайды. Менің ойымша, біз қазіргі таңда феминизмді толықтай түсіне алмай жатамыз. Себебі бізге әлі күнге дейін белгілі бір деңгейде сауат және белгілі бір деңгейде мәдениет жетіспейді. Себебі феминизмді қазіргі таңдағы біздің қоғам әйелдердің билікке ұмтылуы, немесе әйелдердің белгілі бір деңгейде тәуелсіздіктерін ашық көрсете алуы деп қана түсініп жүр. Мен тарих саласының, әдебиет тарих саласының маманы болғандықтан бұл мәселеге өзіміздің дәстүрімізбен, өзіміздің құндылықтарымызбен байланысты қарағым келеді. Бізде феминизм болмады деген сөзді айтуды ол бір жақтылық болады. Мен бір ғана мысал айтылам. Мысалы, қай елде белгілі бір үлкен елдік дәрежеде құрылымдардың аты әйел затының атымен айтылады. Мысалы, бізде бір үлкен тайпа, рулық бірлестіктердің аты әйелдің атымен аталады. Мысалы, Қызай деген ру бар, әйел баласының атына аталған. Бәйдібек бидің қыздарының аты. Жүзей деген ру бар, қазір Мұрын деп аталатын ру, бірақ оның шын аты Жүзей болған, соның атымен аталады. Басқа да ру, осындай бір түрлі тотемдер әйел затымен аталатын өте көп. Біздің елден негізі менің ойымша бір сексизм бар әрине, бірақ енді дәл феминистік көзқарасқа апаратындай үлкен бір қысым және агрессия жоқ деп ойлаймын. Тұрмыстық бар, тұрмыстық ол кез келген елде болуы мүмкін. Былай жалпы қарасаңыз, біздің қазақ халқының өзінің затында бір феминизм жоқ деп ойлаймын. Бізде дін араласқаннан кейін барып қана кейбір элементтер бар. Көп әйел алу, әйелді кішкене төмен көру деген сияқтылар менің ойымша сол кейін пайда болған нәрселерді. Ал негізінде қазақтың өз болмысында оның феминизм жоқ. Ол қазақ әрқашан апа қарындастарын, үлкен әжелерді құрметтеп сыйлап өскен халық. Европалық құндылықтар келіп жатыр. Біз бұны Европаның өзінің, мен де Европада болып ғалымдармен пікірлескен кездер болды. Олардың құндылығы кейде бізге сәйкеспей жатады. Олар бізді түсініп қараңдар дейді. Бұл өте бір нәзік нәрсе, өте нәзік нәрсе. Сондықтан да ешкімнің шамына тимей, қазір кезеңдегі әлемдік дамудың ырғағында бірақ бір өз жолымызды табуымыз керек. Мысалы, ой тұрғыдан қараған кезде маған, мысалы айтайық, оңтүстік Кореяның, Жапонияның, мысалы өзі ұлттық құндылықтары мен жаңа өркениеттік негіздегі екеуін былай үйлестіргені ұнайды. Біз әлі күнге дейін әйелдерді қолдауға және де олардың өзіндік әлемі бар екенін, өзіндік ойы бар екенін қабылдауға тырыспай жатамыз. Сондықтан да біз қазір феминизмді дұрыс түсінбей жатамыз деп ойлаймын. Ал феминизмді егер де біз дұрыстап түсіне алатын болсақ, біз белгілі бір деңгейде өзіміз аңсаған тәуелсіз мемлекетке жете алушы едік деп ойлаймын. Ақпарат заманы ғой қазір. Соның салдарынан қазір сол әйелдердің құқығын көтеру керек деген сияқты нәрселер айтып жатыр да, бірақ нақты қандай құқықтар мысалға? Кейбір нәрселер қарайтын болсақ, еркектердің де құқығына қарау керек та. Мысалы, жай ғана мысалдар айтайын. Мысалға, неге онда әскерге әйелдерді алмайды, ал неге еркектер медбике болып бармайды, мысалы, неге мектепте мұғалім болмайды да? Өйткені былай қарасаңыз, бір жағынан бұл эволюцияның да заңдары.
біз әйел затын қадірлеудің, әйелдерді жалпы жынысаралық теңдік деген нәрселені ұғынудың бір жаңа сатысын өтуіміз керек. Біз жаңағы мынау надандықты, жабайлықты, түрлі сарқыншақтарды көрген халықпыз. Оны көріп те жүрміз. Одан арылу керек. Қоғамда тазалық, жаңалыққа қарай жүру керек. Белгілі бір жерде қызды ұрлап қашып кетті, немесе бір жерлерде бір соған теңсіздікті орнатты деген, бұның бәрінде де біздің атақ заңымызда, біздің өзіміздің ұлт дәстүрімізде ондай дүние негізінен болмаған. Бір кемшіліктер, ол бір жекелеген адамдардың кемшілігі, ол ұлттың кемшілігі емес. Сондықтан да ол сол кемшіліктерді айта отырып, біз барлық қоғамның негізгі бөлігін жақсылыққа, жарқ-жақ алып шығуымыз керек. Ол үшін мәдениет, білім, ашықтық керек. Әйел құқығы деп көп шығып жатыр, митингтер болады, немесе жаңа бір ереуіл сияқты нәрселер. Менің ойымша бұл жерде кішкене әйелдерді бір құрал ретінде қолданылатын сияқты да, кейбір әртүрлі ұйымдар бір нәрселер өз мүдделері үшін. Мысалы, бұрыннан айтып келе жатырмын, мысалы, әйел құқығын Қазақстанда көтеру үшін, дұрыстап қолдау үшін, менің ойымша әйелдер партиясы құрылу керек сияқты Қазақстанда. Өйткені бұндай мысалдар әлемде бар. Сол кезде әйелдер өзінің шын күш екенін көрсетіп, өздерінің кей салаларда әлеуметтік болсын, немесе тұрмыстық мәселелерін дұрыс көтере алады және билікке де жеткізе алады деп ойлаймын.